Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгін біз онлайн мектептегі бағалау жүйесі туралы сөз қозғаймыз. Бағалау жүйесі орта және жоғарғы сыныптарда 27 тапсырма негізінде жасалған, ал бастауыш мектепте 18 тапсырма негізінде жасалды. Ол тапсырмалар негізгі 3 деңгейге бөлінеді. Олар A, яғни төменгі бастапқы деңгей, орта немесе базалық деңгей, B және жоғары ілгері деңгей, яғни C. Оқу жетістіктерінің деңгей бойынша балдары бұл A1 деңгейінде 1-2 балға сәйкес келеді. Яғни ол оқу бағдарламасының меңгеру сапасының пайызына байланысты. Яғни 1-2 бал дегеніміз бұл 1 мен 20% аралығындағы көрсеткіш. A2 деңгейі, яғни A1-ден сәл күрделірек деңгей 3 балға сәйкес келеді. Ол 21-30%. A3 деңгейі, яғни A немесе төменгі бастапқы деңгейдегі қиын деңгейі 4 балға сәйкес, 31-40%. Орта және базалық деңгейде, яғни B1 5 балға, 41-50-ге, B2 6 бал, яғни 51-60%-ға, B3 деңгейі 7 балға, яғни 61-70%-ға, және жоғары ілгері немесе күрделі деңгейі, C деңгейі, ол C1 8 балға, 71-ден 80-ге дейін, C2 9 балдан, яғни 81-90%-ға, және C3 10 бал, яғни 91-100%-ға сәйкес келеді. Сонымен қатар бұл оқу жетістіктерінің деңгей бойынша балдарыны және оқу бағдарламасын меңгеру сапасынан өзге онлайн мектептегі бағалау рубрикаторы бар. Яғни көрініп тұрғандай, әрбір балдың немесе бағдарламаны меңгеру сапасы, яғни пайыздық көрсеткіші рубрикатормен сәйкес келеді. Осы мысалды нақты 3 оқушының жағдайында талқылап көрсек. Мұнда кестеде бізде 2 ось бар, яғни балдар 1-ден 10-ға дейін, олардың пайыздық сәйкес келуі, сондай-ақ тапсырмалар, немесе тапсырмалардың саны десек дұрыс болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мұнда 3 оқушының траекториясы көрсетілген. Бұлар адаптивті оқу алгоритміне сәйкес құралады. Мұғалімге 27 тапсырманың бәрі, бастауыш мектеп мұғаліміне 18 тапсырманың барлығы көрініп тұрады. Ал оқушы ол тапсырмалардың барлығын көрмейді. Себебі балалардың сұрақтарының немесе тапсырмаларының шығуы оның алдағы оған дейін болған тапсырмаға және оның күрделі болуына, соған дұрыс жауап беруіне тікелей тәуелді. Мысалға, көк сызбаға сәйкес келетін оқушыны қарап көрейік. Ол бірінші сұрағына A деңгейдегі сұраққа жауап берді, жасыл түспен, яғни. Екіншісін дұрыс жауап берді, 3, 4, 5, 6 тапсырмасына жауап беріп, адаптивті алгоритміміз оның дұрыс жауап беруіне байланысты кезең-кезегімен күрделі сұрақтарды беріп, ол баланы жоғарғы деңгейге алып шықты. Бұл жердегі A, B, C деген деңгейлеріміз, A деңгейі білу, түсіну дегенге сай келеді. B деген деңгей бұл қолдана алу, яғни білімді белгілі бір жағдаятта қолдануға сүйенеді. Және үшінші деңгей бұл анализ, яғни қорытынды жасай алу және синтез жасауға сәйкес келеді. Сөйтіп, біздегі көкпен белгіленген оқушының траекториясы, яғни ол A, B, C деңгейіндегі білімді немесе қажетті қабілеттерді меңгеріп, анализ және синтез жасай алады деген сөз. Екінші сценарий бұл сары түс белгіленген оқушыны көрелік. Алдымен бірінші сұраққа дұрыс жауап берді тапсырмаға, екінші тапсырмаға да дұрыс жауап берді, үште қателесті және адаптивті алгоритм оған сәл жеңілірек тапсырма беріп тұр. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, балада көкпен жасаған оқушыға қарағанда тапсырмалардың саны көбірек. Яғни адаптивті оқу балалардың әрқайсының жеке-жеке оқу қабілеті, білу және білім деңгейіне сәйкес өзгеріп отырды. Және үшінші оқушымыз бұл ашық көк түспен белгіленген. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, бірінші сұрақтан кейін екінші сұраққа барғанда қателесіп, үшінші сұраққа келіп қателесіп, яғни баланың деңгейі білу, түсіну деңгейінде қалып тұр. Сонымен қатар әр балаға тапсырма орында болғаннан кейін және ол
өзінің білу деңгейіне сәйкес балды және пайызды алғаннан кейін оған қысқаша түсіндіру, қателермен жұмыс және жалпы оқуының барысында болған проблемалар туралы хабарландыру шығарып, балалардың әрі қарай оқуына мүмкіндік жасайды. Сонымен қорыта айтатын болсақ, бұл адаптивті алгоритм әр оқушының әр деңгейіне және ABC тапсырмалар деңгейіне бөлініп, 27 және 18 тапсырманы мұғалім көре отырып, оны балалар өз деңгейінде әрқайсысын орындайтын болады. Назарларыңызға рахмет.